Сәлем достар, міне біздің қаншама кеше бір күнде жинап тастаған фишкамызды қараңызшы. 241-ден ашқан, 300-ден асқан фишканы. Бұны біз қаншама уақыт бойы жинадық. Еще түнге дейін де жинадық қой біз осыны. Көп бұл фишкілер. Күні-түні демалмай жинап жүрдік қой. Бұл фишканы алу, бұндай фишка ешкімде ғана жоқ қой. Андай жалғыз бір Наруто да бар. Андай. Бір күнде бұл фишканы ешкім жинай алмайды. Біз далаға шығып күнге кисек те, түнде ұйықтамасақ та осы фишканың бәрін жинатып қойдық. Осы фишканың бәрін не істегенімізді сіздер YouTube каналға салып көрсететін боламын. Не істейтінімізді бұл фишкаден өте көп. Бұл жерде Аниса да жинады, Әбеке де жинады. Бұл жерде даже мен де жинадым. Үшеуміз бірігіп деген бүгін оны далаға шашқанымызды, адамның көп жиналғанын түсіретін боламыз. Бұның барлығын біз жоғарыға тұрып шашамыз. Біз соны бүгін саламыз. Инстаграмнан видеомыздан парақшамызға алыстамаңыздар, тіркеліп отырыңыздар. YouTube каналымызға подписаться етіп, лайк басып кетіңіздер. Жарай ма? Барлығын шашатын боламыз. Жинап алайыншы бұл. Біз оны качалаға барып шашамыз. Біз деген қазір качалаға барып көрейік. Но адам нормально болса, шыраямыз шашап. Но кешке қарай адам көп болады, сол үшін кешке қарай шашатын сияқтымыз. Қазір даланы қарап келейік. Но бізде дала 50-45 сондай градус ыстық. Бүгін қайта жақсы болды, 25 градусқа түсіп. Қазір күніне ауа райы осындай күн болып тұр, ал біз міне жерде тапшанда отырмыз. Бұл жерде Аниса, Әбеке және мен де бармын. Осындай фишкілерді біз қаншама уақыт бойы жинадық. Көрдіңіздер ме біздің қандай фишкамызды жинағанымызды? Бұндай фишканы бір күнде жинау мүмкін емес шығар, но бірақ біз жинадық бір күнде. Иә, осының бәрін біз бір күнде жинап тырысып істедік. Үйде шабардан бәрінен фишка сұрады, олардан фишка шашты, солардан фишка алдық. Қалай болса да мынандай кішкентайлар да бар екен. Осындай доңғалақтары да бар. Доңғалақтан баян жинап күндіз. Адия. Көрдіңіздер ме? Қарайды. Сау болыңыздар, всем пока. Міне осындай фишка.